Фильмнің басында бізді бірден хаосқа тастайды. Ди тайпасынан 10 мыңдаған жауынгер Сун әулетінің жерлеріне бет алып, жолындағының бәрін қиратуды көздеп келеді. Жолдарында тұрған қала Ючен, оның қорғанысын Лин Сяо атты шайқас қолбасшысы басқарады. Қаталданған сарбаздардың өзінде дұшпанның қаншалықты басым екенін түсінген сәтте үрей тарап, қорқыныш тарай бастайды. Содан кейін шабуыл басталады. Ди күштері қорқынышты жылдамдықпен шабуыл жасап, тіпті әуе әскерлерін пайдаланып, қаланың қорғанысын бұзып өтуге тырысады. Жаңбырдай жаңбырлаған жебелер мыңдаған қорғаушылар қолдан келгенше қарсылық көрсетеді, бірақ олар жай ғана сан жағынан аз. Көп ұзамай қала қақпалары ашылады да Ди патшасы өз әскерін алға итеріп, толық шабуылды талап етеді. Юченнің ішінде сарбаздар мен қарапайым азаматтар бірігіп, берілуден бас тартады. Олар күткеннен әлдеқайда ұзақ уақыт бойы ұстап тұрады, бірақ қысым күшейе береді. Ал дәл үміт үзілгендей көрінген сәтте, мас күйдегі жас жігіт алға шығып, жағдайды өзгертіп жібереді. Бірнеше жылдам қимылмен ол шабуылшылар тобын еш қиындықсыз құлатады. Оның аты жас Шунбао, Таи мектебінде жаттыққан жекпе-жек шебері. Қасында Вэнь Я атты жас қыз бар, және олар бірге дұшпан әскерлерінің толқыннан кейін тойтарады. Бұл адам бәрін өзгертеді. Шайқас таласының басқа жерінде Лин Сяо Ди патшасының элиталық жауынгерлерінің қоршауына түседі. Жун Бао дәл уақытында келіп көмектеседі, ал Лин Сяомен бетпе-бет келген әйел жауынгер ол іздеген нәрсесін алғандай шегініп кетеді. Жун Бао мен Вэнь Я Ди кавалериясын тойтара береді, ал сол жұмбақ әйел жауынгер қаладан алынған құнды затты жеткізеді. Ол Ди патшасына шегінуге кеңес береді, қаланың қарсылығы алғашқы көзқараста көрінгеннен күштірек екенін ескертеді. Алғашында ол тыңдаудан бас тартады, бірақ жақыннан өтіп кеткен соққы қауіптің қаншалықты жақын екенін есіне түсіргенде, ол ақыры шегінуге бұйрық береді. Ди сарбаздары шегіне бастайды, бірақ қол бос кетпей. Шатасуда олар Вэнь Яны ұстап алып, өздерімен бірге алып кетеді. Жун Бао бірден қуып жөнеледі, оларды тыйым салынған орманға дейін қуады. Міне, сол жерде бәрі мазасызданады. Бірінен соң бірі сарбаздар жоғала бастайды. Шабуылдар жердің астынан келгендей, бірақ олар шектеулі аймаққа кіріп кеткендерін түсінбейді. Жун Бао олардан Вэнь Яны босатуын талап етеді, бірақ ештеңе болмай тұрғанда оның артынан таңға жайып дыбыс шығады, және қараңғылықта үлкен көлеңке қозғалады. Оларда аңдып жүрген тіршілік иесі ашылады, қорқынышты жібек қобыжық. Жун Бао Вэнь Яны құтқарып, оған қашып, жасырынуды айтады. Қобыжық оған бет бұрып, оны тұтқындауға қауіп төндіретін қалың ақ жібек шоғырын шашады. Содан кейін орманда әдемі сырнай әуені естіледі. Жібек қобыжық кенет тынышталып, әуенге сиқырланғандай болады. Міне, сонда Жун Бао шындықты түсінеді. Бұл қобыжықты басқарып тұрған әйел, сырнайдың артындағы музыкант. Жун Бао оның әуеніне ғана емес, оның болмысына да қызығып қалмай қоя алмайды. Көп ұзамай әйел оларды өз аумағына басып кіргені үшін бетпе-бет келеді. Жун Бао кешірім сұрап, болған жағдайды түсіндіреді. Оны тыңдап болған соң, ол оларды аяп, өмірлерін сақтап қалады дегенмен өзінің кім екенін ашудан бас тартады. Алайда Вэнь Я өз қызғанышын жасыра алмайды. Осы уақытта Ючен қаласында Лин Сяо үкімет шенеунігімен кездесуді талап етеді. Ол күшейткіштерді талап етіп, императорға қаланы қорғау үшін көбірек әскер жіберуге шақырады, бірақ шенеунік оны елемей, дағдарысты маңызды емес деп қарайды. Лин Сяо қаласына нәзік үмітпен оралады. Көмек келмейтінін түсініп, ол жаңа жоспар дайындай бастайды, қарапайым халықтан ерікті жауынгерлерді жалдайды. Көп ұзамай Жун Бао Лин Сяоны көруге келеді. Екеуі бала кезінен дос екен. Лин Сяо Жун Баодан әскерге қосылып, үздіксіз шабуылға ұшырап жатқан Сун әулетін қорғауға көмектесуін сұрайды. Жун Бао сыпайы түрде бас тартады. Ол тек қарапайым адам болып өмір сүргісі келетінін айтады. Кетерде ол үстелден ақша алады да оны өлмес дәрілермен қайтарамын деп уәде береді. Сол ақшаға ол Вэнь Яға қарапайым жел диірмен ойыншығын сатып алады. Ол қызды бірден қуантып жібереді. Уақыт өте оқиға жасырын және тыйым салынған жерге ауысады. Екі үлкен мүсін қуатты мөрдің үстінде күзет тұрады. Бір қарт адам тұтқындаулы, ол тыйым салынған сектаға жатады және мұнда 12 жыл бойы қамалып жатыр. Таныс дауыс оған шақырады. Бұл Жун Бао.
Таи сектасының ережелеріне қарамастан, Жүн Бао бұл жерге үнемі келіп тұратын жалғыз адам, жиі қартқа шарап әкеледі. Қарт шарапты бірден жұлып алады, оны ауада қалқытқан қорқынышты бақылауын көрсетеді. Жүн Бао оны қайтаруға тырыса береді, және өзі байқамай, көрсетіліп жатқан қимылдарды қайталай бастайды. Осылайша ол 8 ұлы секта тарапынан арам деп айыпталған 7 стиль техникасын білмей-ақ үйренеді. Жүн Бао ол белгілерге мән бермейді. Қарт Жүн Баоның әр қимылды қаншалықты тез түсінетініне таң қалып, оған одан әрі жақсы көріп қалады. Олардың байланысы көп жылдар бойы қалыптасқаны анық. Жүн Бао жай ғана келуші емес, ол бұл үңгірдің күзетшісі, және Таи сектасы сеніп тапсырған жалғыз шәкірт, қартты тұтқында ұстап тұрған мөр кілтін қорғайтын. Сол кездерде Таи сектасы өзінің келесі көшбасшысын таңдау үшін жарыс өткізеді. Ұстаз және ақсақалдар шәкірттердің бетпе-бет келіп, сектаға лайықты көшбасшыны іздеп мұқият бақылайды. Хош иіс жалғаса жаңып, жарыс басталуы мен аяқталуын белгілейді. Ма Фэн атты шәкірт барлығын жеңеді. Жеңісіне сенімді, ол қызмет өзінің болады деп ойлайды. Вэнь Е рәсімді кейінге қалдыруды сұрайды. Барлығына Жүн Бао, аға шәкірт әлі келмегенін еске салады. Ма Фэннің ұстазы өтінішті қабылдамай, Жүн Бао келсе де, хош иіс жанып біткен болады, яғни жарыс аяқталды дейді. Дәл сол сәтте Жүн Бао алға шығады. Ол әрқашан дайын болған және қазір арендада тұр. Екі аға шәкірт бетпе-бет келіп, өз шеберліктерін көрсетеді. Жеңіліп жатқанын түсінген Ма Фэн алдап, жасырын қанжар шығарады. Вэнь Е мен ақсақалдар бірден байқайды. Тұтқындағы қарттан үйренген 7 стильді пайдаланып, Жүн Бао Ма Фэнді шешуші жеңіспен жеңеді. Шәкіртінің жеңілісінен ашуланған ақсақалдардың бірі Жүн Баоны тыйым салынған техникаларды қолданды деп айыптайды. Жүн Бао тыныштық пен өнердің жақсы немесе жаман болуы оны қолданушыға байланысты екенін айтады. Ақсақал оны одан әрі жамандайды және ақырында ұлы ұстаз Жүн Баоны жаза ретінде құпия қабырғаға оқуға қайтаруға бұйрық береді. Жүн Бао бұл шешімнен көңілі түспейді. Оған ұлы ұстаздың сенімі, әсіресе оған мөр кілтін бергені құрмет. Бірақ содан кейін бірдеңе дұрыс емес сияқты. Ол қалтасына қолын сұғып, кілттің жоғалғанын түсінеді. Бір сәтте ол Вэнь Е оны алған болуы мүмкін деп күдіктенеді. Оқиға одан әрі Цужи сектасының штаб пәтеріне ауысады. Онда жібек құбыжықты басқаратын әйелді көреміз. Оның аты Юэр және ол сектасының шынайы көшбасшысы екені ашылады. Оның мақсаты сектасының басты көшбасшысын, яғни Таи сектасы тұтқындаған қартты босату. Ол қарт оның әкесі. Оның кейбір ізбасарлары, соның ішінде 200-ді жауынгер және бір әйел бағынышты, Таи сектасымен одақ құруды ұсынады. Юэр бұл идеяны қатты қабылдамайды. Ізбасарлары оны қысымдауды жалғастырып, бәрін оның үшін істейміз дейді, бірақ сөздерінің артында әлдеқайда зұлым жоспар жатыр. Юэр олардың ниетімен қатысуынан ыңғайсызданады. Бұл бас тарту Ди патшасын ашуландырады. Ол өзінің маска жауынгеріне оны жоюды бұйырады. Шабуыл кезінде Юэр уланған қол соққысына ұшырайды, өлімге әкелетін соққы, құрбанына 3 күн ғана өмір қалдырады. Ол қашып құтылады, бірақ маска жауынгер оның ұзақ өмір сүрмейтініне сенімді. Сол уақытта бұл күштер Таи аумағынан тұтқындағы Цужи сектасының көшбасшысын босату үшін толық операция бастауға келіседі. Олардың жоспары одан әрі Таи сектасын жою және орталық жазықта қалған 8 ұлы сектасын жою. Басқа жерде Жүн Бао мен Вэнь Е өлмес дәрілерді сәтті жасайды. Вэнь Е Жүн Баоға жоғалған мөр кілтін қайтару керек екенін еске салады, бірақ ол алаңдамай, дәрілерді сатуға назар аударады. Ол Вэнь Едан құдайлық пешті күзетуді сұрайды және тапқан ақшаға тағы бір жел диірмен ойыншығын сатып аламын деп уәде береді. Әрқашанғыдай Вэнь Е қуанышқа толады, өйткені жел диірмендер оның жалғыз сұрайтыны. Көп ұзамай Жүн Бао саяхаттап, шарабынан ләззат алып келе жатқанда, жібек құбыжы оның ішімдігін жұлып алады, оны бір жерге бағыттап тұрғандай. Жүн Бао оны қуады және көп ұзамай өз бөтелкесін табады. Жақын жерде ол бұрын кездескен әйелді әлсіз, әреңесін жиып жатқан күйде көріп, таң қалады. Ол жақындап, оның өлімге әкелетін қол соққысымен уланғанын түсінеді. Кідірместен Жүн Бао оған өзінің өлмес дәрісінің бірін береді.
Ол өзін дайындап, энергиясын шоғырландырып, бамбук таяқты ұстап, таи техникасымен емдей бастайды. Оның денесі дәрменсіз көтеріледі, энергия ағып өтеді, бірақ ақырында Жун Бао сәтті шығады, оның денесіндегі толық шығарылады. Осы уақытта 200-ді жауынгер өз адамдарын таи сектасына қатал шабуылға бастайды. Шәкірттер оларды тоқтата алмайды. Демондық фракция ретінде бірігіп, олар бір мақсатпен шабуыл жасайды: тұтқындағы көшбасшыларын босату. Жун Баомен бірге ол техникаларының әр қимылын жаттықтырып, жетілдіре береді. Көп ұзамай ол құтқарған әйел есін жиып оянады. Жун Бао оған қарап қалады. Ол оның ниетіне таң қалады. Шын мәнінде Жун Бао оны құтқарған үшін қандай сыйлық алуы мүмкін деп ойлап тұрған. Ол мүмкіндікті пайдаланып, ер адамға арналған сыйлықты сұрайды. Әйел ашуланып, ең жаманын ойлайды. Жун Бао қиындықтан құтылып, тек бірге ішкісі келетінін түсіндіреді. Қате түсініп, ойы асып кеткенін түсінген ол ұялып келіседі. Кетерде ол алғысын білдіреді. Жун Бао одан атын тағы сұрайды. Бұл жолы ол атын айтады: Юэр. Жун Бао қуанышқа толы, оған өз шарап бөтелкесін ұсынады. Көп ұзамай Вэнье келеді, қызғанышы байқалады. Ол Жун Баодан өзі өскенше күтуді сұрай береді. Жун Бао оның кінәсіз өтінішінен күліп, беті қара және кір болғанын байқайды. Вэнье оның құдайлық пешті қараусыз қалдырып, ұйықтап қалғаннан болғанын түсіндіреді. Олардың сәті үзіледі, таи сектасынан қауіпті қоңырау соғады. Жун Бао мен Вэнье бірден қайтып оралады. Келгенде олар ойға сыймайтын нәрсені көреді. Тұтқындағы қарт өз ізбасарларымен босатылып жатыр. Мөр кілті ашылады, жұмбақ тосқауыл бұзылады, және 12 жылдан кейін қарт ақыры босайды. Көп ұзамай таи шәкірттерімен олардың көшбасшысы келеді, бірақ олар демон патшасының күшіне мүлдем төтеп бере алмайды. Олар дәрменсіз. Осы маңызды сәтте секта ұлы ұстазы алға шығады. Ескі өшпендіктер қайта оянып, екі жақ бетпе-бет келіп, өткенді бір-бірінен көреді. Олардың көшбасшылары қатал және тоқтаусыз шайқаста бетпе-бет келеді. Басқа жерде Жун Бао мен Вэнье сектасының қирауынан таң қалады. Қирандылар арасынан олар бір тірі қалған шәкіртті табады. Ол Ма Фэн. Соңғы күшімен ол оларға қашып, өздерін құтқаруды өтінеді. Көп ұзамай демон сектасы бірнеше жаралы адамды алып келеді. Жун Бао шатасты, өйткені қарт енді толық бос, олардың арасында. Мөр кілті қайтарылады. Қарт Жун Баоға тұтқындау кезінде әкелген шарап үшін рахмет айтады және ұстазын табуға кеңес береді. Демон сектасы кетеді. Жун Бао ұстазын тез іздейді және көргеніне үрейленеді. Ұстазы әрең тірі, соңғы күшімен Жун Баоны таи сектасының жаңа көшбасшысы етіп тағайындайды, өйткені олар жалғыз қалғандар. Сондай-ақ ол Жун Баоға соңғы өтініш қалдырады. Демон сектасын бір кездері мөрлеп қуып шығарған 8 ұлы сектадан көмек сұрауын өтінеді. Көп ұзамай ұстаз дүниеден өтеді. Келесі күні қайғы ауырлығы бәрін басып тұр. Вэнье Жун Баоны жел-диірмен ойыншығын беріп жұбатқысы келеді. Түнде Юэр жалғыз отырып, ойға беріліп, сырнайын тыныш ойнайды. Кенет алдында біреу пайда болады. Юэр таң қалады, ол әкесімен 12 жылдан кейін қайта қауышады. Көп бұрын Цзужи сектасы 8 ұлы секта тарапынан арам деп жарияланған. Сол тазалау кезінде оның анасы өлтірілген. Таи сектасы мен 8 ұлы секта оларды қысымға алған. Сол сәттен бастап әкесі 8 сектаға деген өшпендікті бойына сіңіріп, кек алуға ант берген. Юэр әкесіне Цзужи сектасы қазір Ди тайпасының манипуляциясында екенін, өзі сектаға бақылауды өз қолына алғанын айтады. Мұны естіген әкесі үнсіз қалады. Ол Цзужи сектасының ішінде бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Содан кейін ол кетеді. Ісі біткен соң қайтып, Юэрді алып кетемін деп уәде береді. Көп ұзамай ол Цзужи штабына келеді, ашуланған күйде. Ол ізбасарларын опасыздық жасап, қызына зиян келтіргені үшін айыптайды. Олар бәрін көшбасшыларын босату үшін істедік дейді. Көп ұзамай маска жауынгер Ди патшасының бұйрығымен келеді. Қалған 8 ұлы сектасын жою үшін күш біріктіруді талап етеді. Алғашында Цзужи сектасының көшбасшысы бас тартып, тіпті маска жауынгерге шабуыл жасайды. Алайда маска жауынгер оған лайық күшті көрсетеді. Ақырында екі жақ келісімге келіп күш біріктіруді шешеді.
Бір күні қолбасшы Лин Сео Ючен қаласы тағы бір шабуылға ұшырайтынын біледі. Ол тағы да қала шенеунігімен кездесіп, императорға күшейткіш жіберуді өтінеді, бірақ тағы да бас тартылады. Шенеунік императордың мемлекеттік маңызды істермен айналысып жатқанын айтады. Лин Сеоның көңілсіздігімен өкініші тереңдей түседі. Сол уақытта Жын Бао қоштасуға келеді. Екеуі соңғы рет бірге ішеді. Жын Бао 8 ұлы сектадан көмек сұрауға ниетті екенін түсіндіреді. Мұны естіген Лин Сео басқа жол ұсынады. Алдымен көтеріліс әскерін құрып, содан кейін демон сектасымен күресу. Жын Баоға бұл идея сызықтан шығып кеткендей, ол қабылдай алмайды. Көңілі қалған ол артынан бұрылып, досын тастап кетеді. Қоштасарда Жын Бао Лин Сеодан бала кездерінде шабдалы ағашының астында бірге ойнағандарын әлі есіне түсіре ме деп сұрайды. Естелік Лин Сеоның ойында қалады, ал Жын Бао кетіп барады. Басқа жерде 8 ұлы секта көшбасшылары ұсталып, құрбандыққа шалынған. Оларды қараңғы рәсімді аяқтау үшін пайдаланады, ол демон күшін күшейтеді. Қараңғылықтан бір фигура шығады, ол сол күшті меңгерген. Бұл маска жауынгер, уланған қолды меңгерген. 200-ді жауынгер таң қалып, құдайдай күштің соңғы 10 деңгейін жетілдіру үшін Айдахар жібек құртының кристалін табуды ұсынады. Осы уақытта Жын Бао ақыры 8 ұлы сектасының қасиетті жиналыс орны Вудлон жартасына келеді. Онда ол күтпеген жерден басқа көмек іздеуші хабаршыны кездестіреді. Оның аты Шаши, демон күштерімен жойылған сектадан жалғыз тірі қалған. Екеуі 8 ұлы секта көшбасшыларына жақындайды. Жын Бао мақсатын түсіндіреді, бірақ бірдеңе дұрыс емес сияқты. Көшбасшылар жауап бермейді. Шындық көп ұзамай ашылады, олардың бәрі демон фракциясымен өлтірілген. Ашудан және қайғыдан толқып, Жын Бао болғанда қабылдай алмай тұрған қартқа шабуыл жасайды. Алайда оның техникасы оңай оқылады. Қарт тыныш және бей-жай шайқасуға мүдделі емес. Ашудан және ұстазының өлімінен қайғырып, Жын Бао шабуылын жалғастырады. Вэнье көмектескісі келеді, бірақ ол лақтырылып, Шашиге соғылады. Мұны көрген Жын Баоның ашуы одан әрі күшейіп, өзі байқамай қартқа соққы тигізеді. Көп ұзамай Юэр келіп, олардың арасына түседі. Әкесі оның Жын Баомен таныс екенін көріп таң қалады. Жын Бао да бұл адам Юэрдің әкесі екенін біліп таң қалады. Сол сәтте қарт өзінің кек алу миссиясы аяқталғанын және шайқасты жалғастырғысы келмейтінін түсіндіреді. Олар кетуге дайындалып жатқанда кенет маска жауынгер пайда болады, Ди патшасының бұйрығымен. Екі ұстаз арасында қатал шайқас басталады. Маска жауынгер қартты басымдылықпен жеңеді. Жын Бао араласып қарсыласының маскасын жұлып түсіреді. Шындық таң қалдырады. Маска жауынгер Лин Сео, Жын Баоның өз досы. Бәрі Сун әулетін бақылауды қолға алу жоспарының бөлігі. Ол секталарды жоюды көлеңкеден ұйымдастырған опасызды. Лин Сео тағы да Жын Баодан өзіне қосылуын ұсынады, бірақ Жын Бао бас тартады. Ашуланған Вэнье Лин Сеоға шабуыл жасайды, бірақ оңай ұсталып, тұншықтырылады. Жын Бао араласпақ болады, бірақ оның күші нәтиже бермейді. Қарт араласып, Айдахар жібек құртының кристалін беріп, басқалармен қашуды өтінеді. Өкінішке қарай, ол Лин Сеоның уланған қолымен соғылып өледі. Көп ұзамай Вэнье өлім аузында, у тым тарап күші қалмаған. Жын Бао уды шығаруға тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Соңғы күшімен Вэнье оған соңғы жел диірмен ойыншығын береді, және онымен енді ойнай алмаған үшін кешірім сұрайды. Юэр үнсіз қарап тұрады, сәт өтіп барады. Көп ұзамай Вэнье дүниеден өтеді. Жын Бао оны өзі жерлейді, сөзбен жеткізгісіз қайғыға батады. Көп ұзамай ауада таңғажайып сезім пайда болады. Демоны фракциядан 2 жауынгер пайда болып, оған шабуыл жасайды, Ди патшасының бұйрығымен. 200-ді жауынгер тоқтаусыз шабуыл жасайды, ал әйел жауынгер оны сиқырлы арқанмен байлайды. 200-ді жауынгер өлімге әкелетін техниканы қолданып, Жын Баоны ұшырып, өзенге лақтырады. Суға батқан кезде Жын Бао өткендегі ұстазының сабақтарының жаңғырын естиді. Сол сәтте ол өзінің жекпе-жек өнерінің және ішкі күшінің шынайы мәнін түсінеді. Басқа жерде 2 шабуылшы бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Олар Жын Бао кенет алдарында қайта пайда болғанда таң қалады.
Шайқас жалғасады, бірақ бұл жолы оның болмысы мүлдем басқаша. Олар кезекпен шабуыл жасайды, бірақ ешқайсының күші оған тең келмей. Ақырында 200-ді жауынгер жеңіледі, және шындық ашылады, ол жасырын ергежейлінің басқаруында болған. Осы уақытта Димон штабында Ди көшбасшысы мен маска жауынгер арасында шиеленіс туады. Ди көшбасшысы бұйрықтары орындалмай жатқанын сезіп, адамдарына маска жауынгерді өлтіруді бұйырады. Бірінен соң бірі құлайды, оны жеңе алмайды. Тіпті Ди көшбасшысының өзі тең келмей, ауыр жараланады. Сол сәтте Юэр келіп, олардың бір-біріне қарсы шыққанын қанағаттана көреді. Ол шайқасқа қосылады, бірақ тез жеңіліп ұшып кетеді. Дәл сол кезде Жүн Бао келеді де көмекке келеді. Ол Лин Сяоны ақылға шақырып, бұл қараңғы жолдан бас тартуын өтінеді. Лин Сяо үкіметке деген өшпендігі мен шексіз амбициясының арқасында бас тартады. Бұрынғы достар арасында қатал шайқас басталады. Жүн Бао шеберлігін көрсетіп, техникаларды қайталайды, бір уақытта күштері тең. Көп ұзамай айдаһар жібек құрты пайда болып, шайқасқа қосылады. Оның жібек жіптері Лин Сяоның қимылдарын шектейді, және Жүн Бао оны өз пайдасына қолданады. Шайқас үлкен жібек қабықтың ішінде жалғасады. Кенет бұрылыс. Лин Сяо құрттың басына шығып, ішіндегі қасиетті кристалды ұстап алады. Оны жұтып қойған соң оның күші лезде көбейеді. Шайқас одан да жойқын деңгейде жалғасады, ақырында құлаған жартас екеуінің үстіне құлайды. Басқа жерде Ша Ши және тірі қалған шәкірттер Димон күштерімен күресін жалғастырады. Жүн Бао мен Лин Сяо есін жиып, аяқталмаған шайқасты жалғастырады. Лин Сяо бар күшін салып, тіпті үлкен бағананы қару ретінде пайдаланады. Дәл сол сәтте Жүн Бао Лин Сяоның денесіндегі бүлінген күштің бәрін босатады. Лин Сяо шатасып, күші тез азаяды. Жүн Бао Димон энергиясымен уды бірге шығарғанын және ішкі күшті осылай мәжбүрлеудің өлім қаупі бар екенін түсіндіреді. Жүн Бао досын өкінуге шақыра береді, бірақ Лин Сяо соңғы шабуыл жасап, күшін қайтаруға тырысады. Оның жағдайы кенет нашарлайды. Соңғы сәттерінде Лин Сяо қателіктерін түсініп, шабдалы ағашының астында ойнаған бала күндерін еске алады. Жүн Бао да еске алады. Көп ұзамай Лин Сяо дүниеден өтеді. Басқа жерде Юэр айдаһар жібек құртының із-түзсіз жоғалып кетуіне қайғырады, бірақ Жүн Бао тірі екенін көргенде қайғысы жеңілдейді. Келесі күні саяхат жалғасады. Үшеуі біраз уақыт бірге жүреді. Уақыт келгенде Юэр жаңа тыныш өмір бастау үшін кетеді. Жүн Бао оның кетуін үнсіз қарап тұрады. Ша Ши Жүн Баоның жүрегінде бірдеңе қозғалғанын сезіп, неге оны жібергенін сұрайды. Жүн Бао жай күліп, егер екі адам кездесуге тағдырлы болса, олардың жолдары тағы қиылысады деп сенеді. Содан кейін Жүн Бао жалғыз өмір сүруді шешіп, 3 шың тауына бет алады. Ол артқа қарамастан алға жүреді, ал Ша Ши тыныштықпен оның артынан ереді. Әңгіменің моралы. Тіпті құдай дәрежесіндегі кунг-фу мен де